Тосын енді. Жылдар дәстүр бойынша өздеріңізді қабылдап, құттықтап жіберген құрметті баспасөз ақпарат құралдарының қызметкерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы мынау елімізде, облысымызда, ауданымызда болып жатқан жаңа бастамаларды, жақсы жаңалықтарды дер кезінде елге жеткізіп, халыққа жеткізіп жатқандарың үшін алғысымды білдіремін. Болашақта да ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуы үшін бірлесе қызмет атқара береміз деген сенімдемін. Сіздерге дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, құт береке тілеймін мереке қарсаңында. Мына өзіміздің атымыздан бір құттықтау дайындағанбыз, соны марапаттап рұқсат етіңіз. Біреуінің құрметті Сәбит Қоспанұлы, сізді кәсіби мерекеңіз бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ақпарат кеңістігінде шынайылық пен әділдік туып, оқырманға маңызды жаңалықтар мен мәнді мақалалар ұсынудағы ерен еңбегі үшін сізге алғысымды білдіремін. Аудандық Өскелең өңір газетінің бас редакторы ретінде өңіріміздің тыныс-тіршілігінің жетістігі мен мәселесін халыққа шынайы жеткізіп, қоғамның даму жолында айрықша еңбек етіп келесіз. Сіздің біліктілігіңіз бен кәсіби шеберлігіңіз ұжымға үлгі болып, ел игілігі жолында әлі де талай табыстарға жететініне сенімдімін. Сізге зор денсаулық, шығармашылық шабыт, отбасылық береке және кәсіби табыстар тілеймін. Дәл осындай мәтінмен Абубакиров Айдар ағамызды. Жаңабай ағамызды. Кеше ауыл аралағанда Жаңабай ағамыз жүгіріп жүреді де өзімін қайсынан кетіп. Мария Леонидовна. Гүлмира Тынысбекқызы. Гүлжан Бейсенбайқызы. Сулшас Абдуллақызы. Райхан Намазжолқызы. Айнұр Өтебайқызы. Айжан Сәрсенбайқызы. Сәбит Анапияұлы. Сәбит